Ассалаумағалейкум достар, көңілдеріңіз қалай? Адам өз қолына не істейтінін білмейді ғой. Пока өзі бір істеп көрмегенше. Анда жер үйге кішкене газон керек. Осы газонға фонтан ешкімді жалдамай өзіміз қолдан газон жүргізіп тастадық. 30 точка. Мына жерде қазір алда көрсетемін қалай істелінгені. Қазір мына жерге 30 точкаға жеткізетіндей моторға орын қазылып жатырмын. Мына жерде қазір моторчик орналастырамыз. Шимка деген моторчик. Қазір көрсетемін. Сәлем достар, мына үйлерің алды әп-әдемі болып, жап-жасыл болып, газон егу үшін бірінші керегі суаратын фонтан. Көрдіңіздер ме? Мына жерде қазір 30 фонтан бар. 30 штук. Әр қайсының арасы 3 метрден. Бұлай 3 метр, бұлай 3 метр. Әр фонтан 1,5 метрден су шашады. Газонға бір текіс су шашылу үшін арасын 3 метрден. 1,5 метрден су шашқан кезде бір текіс газонға су көгеріп, жап-жасыл болып, әдемі болып шығады. Бірінші рет істеп көрдік енді. Құдай қаласа бәрі жап-жасыл болған кезде бір көреміз. Али магазин, содан алға жүре беремін. Қармашын алға жүре бересің да. Құдай қаласа газон. Процесс жүріп жатыр. Суырған кезде мен кетіп қалып жатырмын, артқа қарай барамын да. Сантехник болып жатыр. Video atın mı? Rus video atın mı? Neyle atın?
біреусі бітіріп жатыр бәрін. жоқ ай Соңғы арғын көміп жатырмын. руслан Для отчета. География. Газоның фонтанның соңғы жұмыстары қалды. Тәп 10 сантиметр 10 сантиметрден қырқылады.
10 сантиметрден кейін мынандай пайкмен қойылады үстіне. Мынақа фонтан. Бізге енді қалай керек. Ne gerek payerlik. No, pay kırayımız hazır. Tak. Almada gazon bitti. Yazır birincisini gösteririz. Aşağımız. Motor matlayatır bari şimdi alıyorum. Motor çıktı, orna bastırıyoruz. Ana жайга su мындай фонтанчиктердин 30 штугу бар. 30 фонтан. Вот моторчики переход. ортасында ғана бітіліп тұрған сияқты ғой, мынау ана жаққа ана жаққа